Бағдаршамның сары түсіне жүрмеу заңда бұрыннан бар. Ол кезде полиция қызметкерлері байқап қалса тоқтатып айыппұл салатын. Қазір бұл тек автоматтандырылып жатыр. Яғни бейнебақылау камералары онлайн режимде әкімшілік құқық бұзушылықты тіркей береді деген сөз. Әзірге бағдаршам ережелеріне бағынбағандарды Астанада ғана тіркеп жатыр. Мысалы, қазір елордада 25 қиылыс жоба аясында жұмыс істеп тұр. Айдың аяғына дейін барлық көше қамтылады дейді мамандар. Ағымдағы жылдың 4 наурыздан бастап бағдаршамның сары сигналына өтуіне байланысты 672 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді. Оларға 12.405.120 теңге айыппұл салынды. Жалпы соңғы бір жылда 3.000-нан астам жол көлік оқиға тіркелді. Соның салдарынан 6 адам қаза тауып, 246 адам жарақат алған. Бағдаршамның сары түсі жанып өшіп тұрғанда жүріп кететін көлік иелерінің саны аз емес. Биыл жыл басынан бері ережеге салғырт қарағандардың кесірінен бір елорданың өзінде 400-ден аса жол көлік оқиғасы тіркеліпті. Енді сіз жолдың қиылысына келдіңіз. Жолдың қиылысына неден стоп-линиядан өткен кезде жасыл түске, жасыл жыпықтап тұрған түске өттіңіз дерлік, е? Бұл жерде құқық бұзушылық болып есептелмейді. Егер сіз сары түстің жыпылықтаған түсіне өткен кезде, сол кезде ол құқық бұзушылық болып есептеледі. Мұрат Өзтеміровтің көлік тізгіндегеніне 30 жылдай болыпты. Бүгінде қалааралық такси қызметін көрсетіп жүр. Ол цифрландыруды дұрыс деп есептейді. Осы арқылы темір тұлпар иелері тәртіпке бағынатын болады дейді. Маргашиден өтіп қалса, жол апаттың бәрі болып жатқан. Біреуі жасыл жанбай жатып, сарыда жүріп кететіндер бар. Әртүрлі адамдар бар ғой, әр адам әртүрлі дейді. Сол үшін әркім үшін жауап беру керек қой. Енді көбінесе көбісі телефонда тұрады ғой. Содан болады көбінесе жол апаты. Бұл туралы өзге де көлік жүргізушілерінің пікірін білдік. Енді желательно ол прямой өтетін машина ол тоқтап үлгеру керек негізі. Ал разворот істейтін машиналар олар өзі біз кіреміз ол кезде. Ол енді дұрыс емес, разворотқа болмайды ол. Негізі айыппұл көп анарада, суммасы 36 мыңнан 101 мыңға шейін деп естідім, по-моему. Дұрыс па? Ол көп негізі. Сары светке ма кешірімді болу керек деп ойлаймын. Бір жолға бірінші ретке кешірсе болады, екінші рет салса болады. Негізі ол дұрыс емес қой, бір жағынан ол мегаишқа тоқтап қалады, артынан үлгермей қаласың ғой тоқтауға. Тоже опасен ғой, ДТП-ға көп не етеді. Ол дұрыс, конечно, өйткені бізде ғана уже көк жанған уақытта даже сары түстен, қызыл түстен бәрі өте береді, тоқтамайды. Содан кейін пробка создавать етеді. Көрдің бе, қаншама адам жүре алмайды. Өйткені қазір бізде Астанада машина көп қой. Қарсын, по-любому ол завершает маневр деген болады, үлгере алмайсың, ол пробка везде. По-любому ол болмайды, дұрыс емес. Ол үшін тағы да бір свет қой керек, көк, қызыл, сары, тағы да қарасын ба бірдеңе завершающий деген нәрсе болу керек қой, маневр бұл бар ол машина болғаннан кейін. Мен қарсымын конкретно оған. Болашақта бұл шара тиімділігін көрсетсе, еліміздің өзге де аймақтарында камералар арқылы айыппұл салу тәртібі енгізіледі. Кезекте Алматы, Шымкент сияқты мегаполистер тұр. Бұл құқық бұзушылықты жасаған үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 599 бабымен жауапкершілікке тартылады. 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бір жылдың ішінде қайталаған жағдайда 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Ішкі істер министрлігі жаппай бейнебақылау жобасын да іске қосқан. Қазір республика бойынша 1.318.000 камера жұмыс істеп тұр. Оның 274 мыңы полицияның жедел басқару орталықтары мен кезекші бөлімдеріне қосылған. Бұлардың көмегімен осы 3 айда 96 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылық тіркеліп, 1,5 мың қылмыс ашылды. Сондай-ақ 870 мың жол жүру ережесін бұзу дерегі анықталған.